Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен сүзбелі бәліштің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға бөлме температурасында сары майымызды саламыз. Үстінен ұн мен қопсытқышымызды салып, жақсылап майымызды қолмен езіп араластыратын боламыз. Үстінен қантымызды саламыз. Енді жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Міне біздің тестамыз дайын. Енді осыны формаға салатын боламыз. Формаға пергамент қағазын төсеп алдым. Енді тестамызды қолымыздың көмегімен осылай видеода көрсетілгендей етіп, бір тегіс етіп жайып шығамыз. Міне біз тестамызды бір тегіс етіп, қолмен жайып шықтық. Енді осының үстінен салмасын салатын боламыз, яғни творогымызды. Алдымен ыдысқа творогымызды саламыз. Үстінен қантты, жұмыртқаны, сосын қаймақты салып, жақсылап араластырамыз. Мен творогты осылай венчиктің көмегімен езіп алдым. Сіздер венчиктің орнына блендер қолдансаңыздар болады. Біздің салмамыз дайын болды. Енді осыны тестаның үстінен бір тегіс етіп, бетін салып шығамыз. Алдын ала печкаларыңызды 180 градусқа қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Енді мен бетін осындай жеміс жидекпен әсемдедім. Құлпынаймен сіздерде әсемдесеңіздер болады, немесе қоймасаңыздар да болады. Біз бәлішімізді қызып тұрған печкада 20-25 минут пісіріп аламыз. Біздің бәлішіміз пісті. Менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет, тестасы да өте жұмсақ болып шықты. Кеңес беремін, бір жасағаннан керемет болып шығады.